Қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге ашытып жасалынатын шұжықтан жасалынған пирожкидің жасалуын ұсынамын. Ол үшін бізге сиырдың іш майын қуырамыз. Қуырғанда шыққан шұжыққа сарымсақ қосамыз, қара бұрыш қосамыз, жақсылап араластырып жасаймыз. Ол үшін бізге әрине ашытылған нан керек. Ашытылған нанды осылай сумен араластырып, ашытқанды қосып қойып қоямыз. Біраздан кейін алып, көтергеннен кейін үстіне ұнды салып, жақсылап билеп, тағы да 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағатта нанымыз жақсы көтеріледі. Жақсылап қойып қоямыз. 2 сағаттан кейін көтеріледі. Сол кезде алып, ұсақ бөліктерге бөліп, жасай бастаймыз. Өте қалың да емес, өте жұқа да емес қып жайып, үстіне шұжығымызды бір қасықтан саламыз. Міне шұжық суып қалған, сарымсағын қосып, бұрышын сарымсақты көбірек қосқан жақсы болады дәмді. Біздің үйдің отағасы үнемі осы пирожкиді жасатады бізге. Енді әрбір хозяйкаға, әрине, еркек адамдарға бұл таптырмас ас, кешкі ас. Мысалы үшін осыны жеуден біздің отағасы ешқандай жалықпайды. Неше уақыт жасап берсеңіз де. Енді әрбір қазақтың үйінде соғымнан кейінгі шұжық болады деп ойлаймын. Осы рецепт бойынша пирожки ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Алтынай. Назарларыңызға рахмет. Керемет дәмді пирожкидің іші.